Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Бүгін біз 20 ғасырдың басында қазақ баспасөзінің алтын беті Айқап журналы туралы талқылаймыз. Сіз Айқап журналы туралы не білесіз? Айқап журналы қазақ халқының тарихындағы алғашқы қоғамдық, саяси және әдеби журналдардың бірі. Ол 20 ғасырдың басында ұлттық ояну дәуірінің айнасы болды. Журнал 1911-1915 жылға дейін Троицк қаласында жарық көріп тұрды. Оның негізгі қалаушысы Мұхамеджан Сералин. Айқап журналының алғашқы нөмірі 1911 жылы қаңтар айында шықты. Журнал айына бір рет, кейін 2 рет жарық көріп тұрды. Барлығы 88 саны басылып шыққан. Баспа орны Троицк қаласы Каримовтар баспаханасы. Журнал атауы Айқап деген өкінч сөзін білдіретін болған. Бұл атау қазақ халқының қап, осындай мүмкіндікті пайдалана алмадық деген күйініштен бейнеленеді. Мұхамеджан Сералин осы атау арқылы қазақ халқын оятуға, артта қалушылықтан арылуға шақырған. Қазақтың қазіргі халі мақаласында елді кері тартатын кесапаттың алыстан келмейтінін, оны өз арамыздағы өсек өтірік сөздерден келетінін және бұл кемшіліктердің білімсіздіктен туатынын айтқан. Бейімбет Майлин 1913 жылғы 15 сандағы мақаласында қыз ұзату тойында, өлімге ас беруде, еске алуда халықтың көп қаражат жұмсайтындығын және де оның орнына халықты жақсы істерге, мектеп, медресе шақыруға шақырады. Ал Мұхамеджан Сералинге келетін болсақ, редактор, қазақ журналистикасының атасы. 1872 жылы қазіргі Қостанай облысы Өрнек ауылында туылған. Мұхамеджан Сералин қазақ халқының әл ахуалын терең тануға бел буып, қазақ балаларына арнап мектептер ашып, оларды оқыту қазақ зиялыларының борышы деп санап, 1892 жылдың жазында Арал өңіріне барып, сонда ұстаздық қызметке кіріседі. Мұхамеджан Сералин патша әкімшілігінің көптеген ұйымдарына барып, Айқап журналын шығаруға рұқсат сұрайды. Мұхамеджан Сералин қазақстандық журналистикада ірі жетістіктерімен өз қолтаңбасын қалдырған. Сол себептен де оны қазақ журналистикасының атасы деп атауға толық құқығымыз бар. 1910 жылдың аяғында үкімет Мұхамеджан Сералиннің өтінішін қанағаттандырып, алғашқы қазақ журналының шығаруына рұқсатын берді. Осылайша Айқап журналы құрылған. Біз қазір Әл-Фараби студенттерінің газет жайлы білімдерін тексереміз. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз. Сізден кішігірім сұрақ-жауап алып кетсек болады ма? Болады. Айқап журналы туралы естуіңіз бар ма? Айқап журналы туралы мен білетінім бойынша ол 1911 жылдан бастап 15-ге дейін шыққан. Оның ішінде әйелдің теңсіздігі туралы айтылғанын білем. Сол. Жақсы, рахмет, көп-көп. Сәлеметсіз бе? Сізге бір сұрақ қойып жіберсем болады ма? Болады. Мына қараңызшы, мына суретте қандай тұлға бейнеленген? Мұнда Мұхамеджан Сералин. Ол кім? Айқап журналының редакторы. Жақсы, жауабыңызға рахмет. Ұшан теңіз айту өткені сол кездегі біздің жағдайымыз қандай еді, қазіргі жағдайымыз қандай еді. Осы ақаңдардың, мұхаңдардың сол арманы орындалып жатқан сияқты қазір бәрі. Бүгінгі егемендігімізді алғаннан кейін. Ал ол кезде біздің жағдайымыз қандай еді? Сол егемендікке қалай қол жеткіздік? Осы егемендікке қол жеткізудің өзі осы ақын мұхаңдардың, сол кездегі халықтың қамын ойлаған адамдардың іс-әрекеті бізге тастап кеткен мұрасы. Мұхамеджан Сералин Троицкідегі қызметі барысында топ жарған Гүлкашима және де Киіктің көз жасы атты поэмаларын дүниеге әкелді. Сондай-ақ Столпиндік реакция жылдары Бірінші Балқан соғысы барысында полиция департаменті Мұхамеджан Сералинді Түркияға іш тартушы адам ретінде тіркеуге алған еді. 1919 жылы қазанда Алаш қозғалысынан көрнекті қайраткер Ахмет Байтұрсынов кеңестік билікті мойындауына байланысты Қазревкомға мүшелікке қабылданып, Ревкомның төрағасынан орынбасары болып сайланды. Мұхамеджан Сералин 1900 жылы Троицк қаласына келіп орналасады. Сондағы көпес әрі меценат ағайынды Уилли Бей мен Ахмет Яушевтердің кәсіпорындарында жұмыс істейді.